Ассалаумағалейкум. 31-ші арнаның тікелей эфирінде Информ бюро. Әріптестерімнің жұма күнге дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Оралдық журналисті 8 жерден пышақтап 3 рет атқан 5 жігіт кімнің тапсырмасын орындаған? Қазақстанда ашық айтатын журналист болу қауіпті ме? Атырауда террорист ретінде сотталған 47 адамның ішінде нақақ күйгендер бар ма? Олар қандай лаңкестік операция ұйымдастырмақ болған? Қазақ қашан оф пен ефтен құтылады? Шаханов пен Мағауиннің сойы неге қазақша емес? Билік төңірегінің рейтингі жарияланды. Ең ықпалды тұлға ретінде Әбіқайыпты атапты. Осы және өзге де жаңалықтар алдағы жарты сағатта. Бұрынғы қазақтарша айтқанда Теке қаласындағы Орал апталығы газетінің журналисі Лұқпан Ахмедияровты 5 жігіт 8 жерден пышақтап 3 рет атып кеткен. Не жазса да ашық жазатын журналисті куәгерлердің айтуынша үйінің жанында аңдып жүрген біреулер соққыға жыққан. Газеттің бас редакторы мен Лұқпанның әйелінің айтуынша оны қастандық жасаушылар өлтірмек болған. Қазіргі уақытта әріптесіміздің жағдайы бір қалыпты. Түндегі 3 сағаттық операциядан соң ол енді ғана көзін ашыпты. Кеше сағат түнгі 10:30-да Лұқпан Ахмедияровты 5 жігіт әуелі желкесінен ұрып, сосын 8 жерден пышақтап тастаған. Кейін тіпті травматикалық тапаншамен 3 рет атқан. Бірақ атқан оқтың тек біреуін ғана тигізіпті. Лұқпан Ахмедияровқа жедел түрде операция жасалды. Алайда ол бүгін көзін ашқанымен жағдай әлі де ауыр. Әріптестері осы оқиғаны оның кәсібімен байланыстырып отыр. Өйткені Лұқпанның мақаласы жарық көрген сайын қорқытып, үркіткен телефон қоңыраулары жиілеп, тіпті оның жолдасына да қысым көрсеткен. Оның әр мақаласы қоғамдық пікір туғызатын әсерлі еді. Соңғы жазған Блат Сват Блат мақаласы өңірдегі шенеуніктердің тамыр таныстығы туралы кеңінен сөз етті. Сол кезде көбі наразылық білдіргенмен оқырмандар мұны қызу қуаттады. Сондықтан осы қанды оқиға оның қызметімен байланысты деп ойлаймын. Бүгін осы қастандыққа байланысты Қазақстан журналистер одағы наразылықтарын білдірді. Ал одақ төрағасы Сейітқазы Матаев бұл журналистерге жасалған бұрын соңды болмаған ең ауыр зұлымдық дейді. Бұлай қатты жараланып бірінші рет. Біреуде бұрын болған, біреу автобус қағып кеткен, машина қағып кеткен. Соң кейін талай рет біз көрдік қой, даже Алматының Қара базарында журналистер оператор бағында ұрып кеткен нәрселер бар. Кеше болған оқиға бірінші рет. Ол кәсіби жұмыс. Енді біреулер маған юристер айтады, бір кәсіби емес деп. Қалай кәсіби емес? Біз хабарластық, қазір реанимацияда жатыр. Көзін былай ашыпты, бірақ әлі сөйлей алмайды дейді. Лұқпан Ахмедияровтың өлім аузында жатқаны журналистерге жасалған шабуылдардың жалғасы ғана. Естеріңізде болса, былтыр қыркүйек айында Алматы көшелерінің бірінде жастар қозғалысының белсендісі Инга Иманбайдың басына 4 жігіт келіп, қарамай құйылған шелекті төңкере салған. Ал сол жылдың қазан айында Стан ТВ журналисі Өркен Бисенов пен оператор Асан Әміловқа Паджеро көлігінен түскен 4 жігіт түсіру тобын ұрғанымен қоймай, оларға травматикалық қару қолданған. Сонымен қатар Шымкенттік Әділет газетінің тілшісі әрі құқық қорғаушы Жарқынбек Сейтімбетті қас қарайғанда келген шақырусыз қонақтар әй-шай жоқ темірмен басын жарып қашып кеткен. Кәсіптік қызметіне байланысты деп ойлаймын. Бұған дейінде Асхат Шәріпжанов, Батырхан Дәрімбет, Саят Шүлімбаев, Нури Муфтах сынды журналистердің өлімі жұмбақ күйінде толық ашылмай қалған еді. Жания Өсерқұл, Ринат Абылқайыров, Қайрат Әкімбаев, Информ бюро, Орал, Алматы. Атырау облысында Ми-8 тікұшағы апатқа ұшырады. Оқыс оқиға қаладан 25 шақырымға шықтықта Каспий теңізінің жағалауында болған. Жарақат алған 2 ұшқыш ауруханаға жеткізілді. Әзірге белгілісі төтенше жағдай Қаз Эйрвест компаниясының ұшқыштарының жаттығу кезінде болған. Тікұшақ Бейбарс компаниясынан жалға алынған. Әуе кемесінің бортында 3 адамнан тұратын 2 экипаж болған. Тікұшақ ұшып бара жатып төңкеріліп кетіпті. Содан оның құйрығы мен ебелегі үзіліп түскен. Мамандар апаттың неден болғанын анықтап жатыр. Атыраудың әкімдігін жармақ болған жихадшының сыбайластары мен атыраулық лаңкестік топтың үкімі бір күнде шықты. Қазақстанды Ауғанстан сияқты от пен оқтың ортасына айналдырмақ болды деп айып тағылған 47 адамға 5 жылдан 15 жылға дейінгі жаза кесілді. Туыстарының айтуынша олар өздерінің істеген істер үшін өкініп кешірім сұраған. Лаңкестік топтың арасында тіпті небәрі 15-16 жастағы балалар да бар. Террористік топтың Пәкістанмен тығыз байланысы болған.
47 азаматқа тағылған айыптан адам шошиды. Алғашқысы өткен жылы қазанның 31 күні Атырауда 2 бірдей жарылыс жасап, 24 жастағы жанкештінің өзі жарылып кеткен жантүршігерлік оқиғаны ұйымдастырды деген айып тағылған 5-еуге қатысты. Тыныш жатқан тұрғындардың үрейін алып, қалалық әкімдік пен Сарыарқа ауданындағы тұрғын үйдің жанында теракт жасады деп айыпталғандар 6 жылдан 15 жылға дейін сотталды. Ал қалған 42-сі террористік топ құрды және қаржыландырды. Лаңкестік актілерді ұйымдастырып, насихаттады деген баптар бойынша бас бостандықтарынан айырылды. Қылмыстық істер бойынша арнайы ауданаралық сот терроризмге қатысы бар деген айыппен 42 адамды кінәлі деп тауып 5 жылдан 15 жылға дейін бас бостандықтарынан айырды. Олар жазаларын жалпы және қатаң режимдегі колонияда өтейтін болады. Сұрақсыз сол өзгені қойып, өз баласының болашағына балта шаппақ болғандардың ең жасы 16-дан енді ғана асқан. Жабық түрде өткен сот тыңдалымында тіпті террористік топ құрып, оны қаржыландырды деп айып тағылғандар өз кінәләрін жасырып жабуға да әрекет жасамаған. Кінәләрін мойындарын алып, өкінетіндіктерін айтқан. Ал 42-сі де қыршыннан кетті деп еңіреген аналар мен жұбайлары соттың алдын торуылдап, террорист атанған ұлдарын қимай көпке дейін жүрді. Терроризм, қайдағы терроризм? Ешқандай атырудың ішін жақсы деген естіген жоқ. Қалай терроризм болады ол? Мынау 10 жыл ойлап қалғандар сөз, ойлап бар ма, адам бар ма, жоқ, Құдайдан қорқа ма, қорқпа ма? Адам өлтірген адам бермейді. Оларда не бар, видеолар, которые рассказали государство, даже кешірім сұраған, олар плакали. Почему сол неге? Сол неге санаует предупреждениеге берілмеген? Вообще бостандықта жүрген балдарға предупреждение 2 рет беріп, 3 рет берілген. Олар неге берілген? Аксерге бірде-бір предупреждение берген жоқ. Оларда дымдар жоқ, бомба туралы дым жоқ. Сондай-ақ қолдан қару жасап, жазықсыз жандардың жанын алмақ болған лаңкестердің сыбайластары тек осы Атыраудағы 2 жарылыстан кейін халифат сарбаздар екені белгілі болды. Бірақ соңғы 42-сінің ауған әскерінің қатарында жүрген Қазақстан азаматтарына қатысы болмағанымен, Пәкістандағы отандастарымен байланыста болған туралы бейнежазбалар табылған. Енді халифат сарбаздарына толығыменен солармен бір араласып, құраласып, солармен неғып жатырған бір үлкен факт көрсетілген жоқ. Бірақ енді жаңағыдай дискалар болды. О дискінің ішінде ол халифаттың емес, өзімізден кеткен адамдардың жасырын мыналармен, кейбіреулермен сөйлескен сөздері болды. Бірақ тура халифаттың өзімен емес. Дүние жүзі бойынша жылына 900 теракт жасалады екен. Соңғы 10 жылда әлемде 35 мың азамат терроризм бабы бойынша сотталған. Еліміздегі бұл көрсеткіште көңіл көншітерлік емес. Бір жылда 10-нан 20 адам лаңкестік бабы бойынша түрмеге отырған. Ал бір ғана Атырауда 47 азаматтың бірдей террорист болып танылуы қоғамда нағыз қорқыныш тудыратын дүние. Лимара Салих, Ринат Фазылбаев, Ернар Құсайынов, Қайрат Әкімбаев, Информбюро, Атырау, Алматы. Әлеуметтік саяси зерттеулер орталығы қоғамдық қоры 2 апта бойы саясаттанушылар, журналистер мен қоғам қайраткерлерінен құралған 30-ға тарта маманның пікірін біліп, билік элитасының рейтингін жасап шықты. Қазақстандағы 002 адамды анықтау үшін сарапшылар 43 адамнан құралған тізімге барлық министрлік басшыларын, Алматы мен Астана қалаларының әкімдерін, ұлттық қауіпсіздік қызметі, прокуратура мен жоғарғы сот төрағаларын енгізген. Жоғарғы басқарушы элитаны 3 тармақтан тұратын категорияға сай жік-жігімен бөлу қорытындысы бойынша алғашқы орын ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Нұртай Әбіқаевқа тағайындалған екен. Әбіқаевты сауалнамаға қатысқан мамандар 6,18 ұпайға бағалап, алғашқы орынға шығарған көрінеді. Тізімдегі 2-ші орын Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетовке бұйырған. Ал алғашқы 3-тікті соңғы 6 жыл бойы министрлер кабинетін басқарып отырған Кәрім Қажымханұлы аяқтап тұр. Біздің рейтинг бойынша бірінші орынға Әбіқаев шықты. Енді ол кісінің бірінші орынға шығуы түсінікті, өйткені ол кісі бұрыннан үнемі жоғарғы лауазымды орындарда отырып келеді. Жалпы басқарушылық тәжірибесі мол. Біздің президенттің ең бір берілген әріптестерінің бірі. Оның үстіне ол кісі жасы бойынша ең үлкен болып табылады. Сол тізімдегі адамдардың ішінде сол себепті бірінші орынға шығып отыр. 4-ші, 5-ші және 6-шы орындар Мусин, Марченко мен Шөкеев еншісіне түскен. Президент әкімшілігі жетекшінің жұмыс нәтижесі беделі саясаткер ретіндегі болашағына қарағанда төменделінген. Ал ұлттық банк төрағасын мамандар ұтымды менеджер деп атаған, алайда оның саясаткер ретіндегі болашағынан күдіктенген. Саяси салмағы өзгелерден басымырақ түскен шенеуніктер тобына Нығматуллин, Тәжін, Құлыбаев пен Жақсыбековтер нүкте қойған. И не секрет, что некоторые из этих рейтингов, ведь они составляются даже не столько для общества, они в определенной степени составляются для президента. То есть массово их
инкорпорирование в информационное поле, активное обсуждение, и в результате в рамках определенной аналитической записки эти рейтинги могут упасть на стол президента. То есть некоторые заказчики, они как раз на это и рассчитывают. Сұрау салу нәтижесінде ортаңғы қатардан көрінгендердің басын мемлекеттік басқару жүйесіндегі беделді саясаткерлер бастап тұр. Олар премьер-министрдің орынбасары Қайрат Келімбетов, Алматының әкімі Ахметжан Есімов пен үкімет басшысының бірінші орынбасары Серік Ахметов. 15-ші, 16-ші, 17-ші орындар Мыңбаев, Жәмішев пен атазаң бойынша мемлекеттегі екінші адам болып саналатын Қайрат Мәмиге бұйырған екен. Ал қаржы министрі Болат Жәмішевті мамандар ең тиімді менеджер деп таныған. Не всегда раскрываются именно источники финансирования и сами заказчики данных исследований, то, естественно, и возникают определенные сомнения. Ал ең төменгі ұпай санын әлеуметтік саяси зерттеулерге сай Қайырбекова, Айтжанова, Мамытбеков пен Әбдіқалықовалар алған екен. Нәзік жанды үш министр мен ауыл шаруашылығы ведомствосының басшысын мамандар мүлде төмен бағалаған көрінеді. Жанар Жолтаева, Нұрбол Қызықбаев, Информбюро бірінші арна, Алматы. Тәуелсіздік алғанымызға 20 жыл болғанымен қазақтың 80-90% оф пен ефтен әлі де арыла алмай келеді. Мемлекеттік органдардың осы мәселеде құжат рәсімдеуді қиындатып жіберуі атына заты сай болғысы келетін қазақтардың бетін біршама қайтарып тастады. Оның қасында қазір жаңа туған балалардың аты жөні қазақша жазылып жүр. Ал халыққа үлгі болатын ұлт зиялыларының көпшілігі сойын оф пен ефтен арылтуға неге асықпайды? Аида Боранбай. Мұхтар Шаханов, Әбіш Кекілбаев, Мұхтар Мағауин. Ұлт мүддесін қорғап еліне жан ашитын зиялы қауым өкілдері тектеріндегі оф пен ефтен әлі күнге дейін құтылмағаны таң қалдырады. Қараша халық болса, осында ел ағалар мен билік басында жүрген азаматтар, сондай-ақ Асанәлі Әшімов, Мейрамбек Беспаев, Мақпал Жүнісова, Роза Рымбаева секілді шоқтығы биік өнер жұлдыздары ел жұртқа үлгі ретінде тектеріндегі орыс жалғауларынан алғашқылардың бірі болып арылса екен дейді. Мұхтар Шаханов, Дулат Исабеков сынды азаматтар енді өздері бастаса үлгі ретінде. Сол дұрыс болатын? Әрине ауыстыру керек. Мен өзім ақаш бөлімінде отырдым, балалардың туы туралы көргенде. Біз қазақтарға айтатынымыз қазақша тегін офты алып тастап жазсын деп. Онша қажет жоқ қой бізге. Біздің артымыздағы ұрпақтар аттарымыз соларға берілсе соған риза боламыз. Ал оф пен ефтен құтылайық деген акцияны көтеріп, жақында ғана Абзал Теміргалиевич Куспановтан Абзал Темірғалиұлы Құспанға айналған заңгер мырзаға тұрғындар тарапынан ататекті қазақшалау жөнінде бірнеше сауалдар келіп түседі екен. Осы жылы оңайтылған істі күрделендіріп жіберетіндер кейбір халыққа қызмет көрсету орталықтарының сауатсыз мамандары болуы мүмкін дейді ол. Сауалмен адамдар жолданды, маған біреулер айтты. Халыққа қызмет көрсету орталығына барған кезде, онда отырған кейбір қызметкерлер, сіз қайтесіз? Бұл жаңағыдай ат жөніңізді өзгертетін болсаңыз, кейін дипломыңыз бар, басқа да құжаттарыңыз бар, осылардың бәрін өзгертуге тура келеді деп қате түсіндіріп берген. Осыдан бірнеше жыл бұрын мемлекеттік органдар тек ауыстыруды қияметтің қаймына айналдырып, халықты құжат рәсімдеуде әуре сарсаңға салуы, оф пен ефтен арылуға асық, затына аты сай болғысы келетіндердің бетін бері қайтарған. Ал бүгінде мамандардың айтуынша бірнеше заңнамалардың іске қосылғанына орай бұл іс тіпті жеңілдетілген, яғни диплом, аттестат сынды құжаттарды ауыстыру енді қажет емес. Тегінде көрсетілген ВИЧ, ВНА деген аффикстерді өзгерту өте ыңғайластырылған. Ол яғни өзінің тұрғылықты жері бойынша, тіркеуде тұрған жері бойынша халыққа қызмет көрсету орталығына жүгінеді. Сол жерде қолда бар құжаттардың негізінде құжаттарын ауыстыруға мүмкіндік бар. Ал ұлттық болмысымыздың көрсеткіші ретінде қазақ сайттарында ата тегімізді қазақшалайық деген ұран тасталып, акция бастау алды. Аида Боранбай, Ринат Абулхаиров, Информбюро, Алматы. Жарық бағасы тағы да қымбаттауы мүмкін. Бұл туралы бүгін Алатау жарық мекемесінің мамандары мәлім етті. Электр қуатын тасымалдаумен айналысатын компания өкілдерінің айтуынша бағаны өсіруге кежеуі кетіп, тозығы жеткен жарық желілерінің жамауға көнбей кері кетуі себеп. Өйткені жоғары кернеулі жарықты жеткізуге қосалқы станциялардың шамасы жетпейді екен. Ал күрделі жөндеуге көнбейтін бекеттерді түбегейлі жаңарту үшін компания жалғыз кіріс көзі саналатын тарифті 1 теңгеге көтеруді жоспарлап отыр.
Киров зауыты аталатын бұл қосалқы станцияның аты айтып тұрғандай қабырғасы кеңестік кезеңде қаланған. Өндіріске 1950 жылы берілген бекет өзіне белгіленген жұмыс істеу мерзімін әлде қашан атқарып қойған. Алайда әлі күнге жұмыс істеуін тоқтатқан жоқ. Өйткені пайдалану мерзімі межеленген уақыттан өтіп кетсе де, өмір сүруін жалғастырып жатқан жарық станцияның жұмысына деген сұраныс жоғары. Бірақ тұтынушылардың талабын толық қанағаттандыра алмай отыр. Себебі ағымдағы жөндеу жұмыстарын атқарудың нәтижесінде әзірге біз бұл станцияны сол жұмыс істеу дәрежесінде сақтап отырмыз. Ал енді міндетті түрде қанша жерден біз жөндеу жұмыстарын атқарғанменен ескінің аты ескі, ол бір күн болмаса бір күн кейбір бөлшектері істен шығып қалып жататын жағдайлар болады. Сондықтан соның салдарынан біз тұтынушыларға толыққанды электр энергиясын жеткізіп бере алмайтын жағдайлар болып жатады. Эксплуатация уақыты 25 жылға есептелген. 25 жылдан бұл 2 рет асып тұр. Көненің көзінде ерекше күтімді қажет ететін қосалқы қуат бекетін жыл өте күрделі жөндеу жұмыстары да құтқара алмайды. Өйткені жаһандану дәуірі тұтынушыларының талабы тым жоғары. Сондықтан келмеске кеткен кеңестік кезеңнен тәбәрікке қалған қуат құрғылары тұтастай жаңартылуы тиіс. Ол үшін қажетті қомақты қаражатты қалтасынан шығаруға қауқары жетпейтін компания өздері үшін жалғыз табыс көзі саналатын тариф бағасын 1 теңгеге өсіруді ойлап отыр. Агенттікке біз қазір өтініш беріп отырмыз. Біздің тарифті көбейтпесе, біздің жағдайымыз нашарлап кететін түрі бар. Сондықтан қазіргі біз дайындық жұмыстарын атқарып жатырмыз. Осы агенттікке қазір біз өзіміздің өтінішімізді беріп, құжаттарымызды дайындап отырмыз. Яғни ол өтініш қабылданса, Алматы және Алматы облысының тұрғындары қыркүйектен бастап жарықты жаңа тарифпен төлейтін болады. Айгерім Ерғалиқызы, Думан Сүлейменов, Информбюро, 31 арна, Алматыдан. Алда көретіндеріңіз. Кезінде лық толы стадиондарға сеанс жүргізген атақты сарәулие неге өзге емес өз қыздарын сотқа беріп отыр? Мұнайлы елдердің дамуында неге жер мен көктей айырмашылық бар? Мақсат Толықбайдың Алматы мен Дубайы. Бізбен бірге болыңыздар. Америкалық Forbes журналы жан басына шаққандағы кіріске сүйене отырып, жер шарындағы ең бай елдердің тізімін жасады. Басылымның жазуынша, дүние жүзіндегі ең ауқатты ел Катар. Екінші орынды Люксембург пен Біріккен Араб Әмірліктері алады. Әу баста жалғыз мұнайдың арқасында ғана экономикасын түзеген арабтардың жан басына шаққандағы орташа жылдық табысы 89 мың ақш долларына тең. Ал тәуелсіздіктен бері миллиард тонна мұнай өндірген Қазақстан бұндай биіктен көріне алмаған. Арабтардың осыдан 30 жыл бұрынғы өмірлерін елестетсе, кімде-кім болсын таң қалады. Түкке жарамсыз құм үстінде тіршілік еткен оларда темірде, алтында, тіпті ағашта болған жоқ. Бірақ барлығы 1958 жылы мұнайдың табылуымен басталды. Мемлекет ел байлығын елдің игілігіне жұмсау арқылы халқының өмірін бірден өзгертті. Біздің әкелеріміздің қалай өмір сүргенін білеміз. Олар көп қиыншылық көрді. Сондықтан бізге осындай өмір сыйлаған. Бұның бәрі Шейх Халифаның арқасы. Араб халқы елдің қазіргі президенті Шейх Халифаны ұлттың әкесі деп құрметтейді. Бұл елдің бізден айырмашылығы мұнда оқу мен аурухана шығындары да тегін. Мемлекет әрбір отау құрған жастарға ақшалай көмекпен тегін үй сыйлайды. Халықтан салық алынбайды, саудада салықсыз жасалады. Біздегі 145 теңгелік жанармай, оларда бізде 60 теңге. Жолдар компьютерлік столдың бетіндей тегіз. Шөлдің үстінде отырып, соңғы 8 жылдың ішінде өзгеріп салған Дубай қаласының өзі осының дәлелі емес пе? 8 жыл бұрын бұл жерде құмнан басқа ештеңе болмаған десе сенбейсіз. Бүгінде қаланың құрылыс нысандары күн санап бой көтеруде. Бір ғимарат екіншісіне ұқсамайды. Бұның да өзіндік себебі бар. Ол үкіметтің жүргізіп отырған саясаты. Себебі алыстан көз тартатын нысандарды көру үшін ғана туристер әлемнің түкпір-түкпірінен күн сайын ағылып жатады. Құрылысты қарқынды жүргізіп отырған мемлекет метроның өзін біздегідей 23 жыл емес, 3 жылдың ішінде салып шығыпты. Оның үстінде 5 емес, 55 станциясы бар. Бірақ шығыны аз. Қарап тұрып оларда бар мұнай, бізде де бар ғой деп таң қаласың. Байқасаңыздар, мұнда қара жұмысты тек келімсектер ғана істейді. Өйткені арабтар шетелдіктер еліндегі мұнай кеніштері мен зауыттарының барлығын 20-30 жыл бұрын өз қолдарына алып алған. Шетел азаматтарына мұнда жерде сатылмайды. Ірі компаниялардың барлығы мемлекеттің меншігінде. Олардың жерлерінде мұнайдан басқа біздегі байлықтың бірі де жоқ. Оған қоса мемлекетмен бірге халқының мәдениеті мен ділі де мүлде жоғарғы сапаға көтерілген. Мақсат Толықбай, Информбюро, Біріккен Араб Әмірлігі.
Өзге емес, өз қыздарын сотқа берген Сарыәулие ісіне әлі соңғы нүкте қойылған жоқ. Бір кездері арбаға таңылғандарды аяғына тұрғызған ақ киімді әулиенің қос қызына құдіреті неге жетпей жүр? 90 жылдардың басында дертіне дауа іздеген жандарды алаңға жиып, кереметіне табындырған атағы өз елі түгілі әлемге әйгілі әулие тұла бойы тұңғышынан неге бас тартты? Смотрите. Смотрите. Чудо творится на наших глазах. Мальчик пошел. Шаг. Второй. Третий. 90-шы жылдардың басында дүйім жұртты дүрліктіріп, дертіне дауа іздегендердің жанына жылу сыйлап, соңғы үмітіне шоқ тастаған Сарыәулие осы. Ақ киімді әулиенің келемін қабылдауға келген жұртта есеп болмады. Жылағаны, құлағаны бар. Қаба сақалды қартты да еңбектеген баланы, ақ жаулықты ананы да балдаққа сүйенген кембағал кейуана мүмкіндігі мүшкіл. Мүгедекте де алаңға ағылтқан қасиеттің құдіретін бүгінде түсіну қиын. Небәрі 26 жасында атағы жер жарып, киелі қолынан ұстап қалуға сүріне қабы жан ұшыра ұмтылған үміттердің піріне айналып үлгерген азаматтың аты әлем елдерінде де әйгіленді. Басына қасиет қонбай тұрып та басқа қырымен аты алашқа әйгілі болып та әулиенің куәсі мына көне суреттер. Марат Есенбаев Қазақ ССР-ның 2 дүркін чемпионы. Каратеден жеке мұрағатынан алынған бұл суреттер ресейлік спорт журналдарына жарыққа шығыпты. Бірақ жылы көрсетілмеген. Бір қызығы, спортшы Маратты дәріптеген ресейлік ақпарат құралдары атыраулық азаматтың әулиелігінде алғаш аңғарған сыңайлы. Сен кімсің? Сарыәулие фильмінде әзірлеген мәскеуліктер. То, что передалось мне по наследству, это явление феноменальное. Независимо от нашего сознания, мы верим в это или не верим. Это феноменальное явление передалось мне по наследству. Басына қонған қасиет туралы сұхбат беріп отырған бұл кадрда сұлу жары Қанағат қызы Бақытгүлдің кішкене кезі көрінеді. Сарыәулиенің алдында еркелеп отырған бүлдіршін араға бірнеше жыл салып әкесін сотқа беретінін сол күнде ешкім білмеген. Дау тудырған Шымкенттегі қос қабатты баспана. Я считаю, что я имею полное право на этот дом. В нем есть и моя доля. Вот. И наш отец должен дать нам дом по закону. Шешесі Сарыәулие қажының әйелі енді кеткеннен кейін, екеуі ажырасып кеткен болып тұр ғой. Ажырасып кеткеннен кейін ол кісі бір жылдай тұрады, қатты жаңағыдай ауруға шалдығады, содан кейін ауырғаннан кейін қайтып келеді. Сарыәулие қажыға қайтадан кешірім сұрап келеді. Ол кісі қабылдайды. Оған үй сатып алып береді. Осы жердегі жаңа дауласып жатқан үй сол. Әулиенің заңды өкілінің айтуынша, әйелі қайтыс болғаннан кейін Марат Есенбаев қос қызын өз тәрбиесіне алған. Алайда тұңғышының тәртібі шектен шыққаннан кейін олар нағашыларына жіберуге мәжбүр болыпты. Бірақ Бақытгүл баспана үшін Сарыәулиенің қасында жүрген әйелдердің ойлап тапқаны бұл деп отыр. Бір қызығы, қыздардың тәрбиешісі болған кісі де заңды өкілдің сөзін құптап отыр. Үйге жігіттерді де алып келді, ваннада да түсті жалаңаш сол жігіттерменен. Қанша әкесі былай жақсы қыз болсын деп, енді несі жағдай жақсы болды ғой, енді ондай нан жоқ емес, өте баршылық үйде өсті, барлығы болды. Ал менің бір емес, 6-ма 7-ма өгей шешем болған. Солар әрқайсы әкемді айдастырып, өтірік бірдеме айтама, жала жабама, солар құлағына сыбырлап нетіп жүр ғой. Содан мен біріншіден содан деп ойлаймын. Екіншіден біздің әкеміз қатыгездіктен өте қатыгез адам болған. Әулиелігімен әйгілі болған Сарыәулиенің өз қанынан жаралған қос қызына қатыгездікпен қарайтындығына сену қиын. Бірақ баланың ісі шала деп түсінетін ата-ана ешқашан балаларынан бас тартпауы тиіс. Оның үстіне мүлік дауы үшін мүлік ететін азамат бұл кісі емес еді. Біздіңше әке мен бала арасындағы кикілжіңнің басқа да себеп бар сияқты, әзірге бізге белгісіз. Ирина Савичанқызы, Гүлбадан Назбенова, Ернар Құсайынов, Қайрат Елеуов, Информбюро 31 арна. Бүгінге осы Информбюроның орысша нұсқасынан соң Базарбаевтардың жалғасы. Айдан аман, жылдан есен болайық. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін.